Көршіңнен досың болса, қандай жақсы. Көрші, кел, самауырмен жақсылап отырып, шай ішейік. Балмен шай ішіп, татулығың балтай болып отыр. Бәлкім балыңды алып сен келерсің. Шайды біздің үйден де іше салайық. Алайда, ондай досың үшін басыңды қауіпке де тігуге дайын болуың керек. Дайынсың ба? Ендеше достығыңа ештеңе де тосқауыл бола алмайды. Досың үшін не істемейсің? Достық үшін жан пида. Арамызда көпір болғанда ғой, ендігі шай ішіп отыратын едік. Көпір сөз боп па? Көпір де салынады. Бірақ оның да өзіндік қиыншылықтары мен шытырмандары бар. Достыққа сызат түсірер сынақтар да күтіп тұрады. Сол кезде нағыз дос екеніңді дәлелдейтін сәт туады. Қоңар! Қолыңды бердім, қарайын. Бер алмаймын дедім ғой, қолым өзіме керек.